Ұйықтап жатқанда түс көру пенде баласына тән тылсымдардың бірі. Көп адам түс Тәңірдің аяны деген сеніммен көрген түсінің құпиясын ашуға тырысады. Ал енді біреулер түс түлкінің тезегі деп қолды бір сілтеп мән берместен жүре береді. Өзге түркі халықтары секілді қазақ халқының да түс жору салты бар. Кең төскейді жайлаған жұрт түсті тек жақсылыққа жорған. Кісі қандай қорқынышты түс көргенде де өмірден көргені бар, ойында тоқығаны бар жорушы оны жақсы болашақпен келер күннің жайлы жақсылығымен сабақтастырған. Көрген жайсыз түсінен мазасы қашып, көңілі алаң болып, тіпті үрейленіп келген кісіге білікті жорушы жаман түс түлкінің боғы деп басу айтып, шошытқан жайсыз түстің өзін жақсы нышанға жорған. Бұл жерде түс жорушының парасаттылығының, имандылығының атқаратын қызметі айрықша жоғары. Сондықтан қазақ көрген түсін кездескен кісіге айта бермей, жанашыр жақынына, иманды, парасатты, адал ниетті адамдарға ғана жортуды жөн көрген. Халқымызға тән салттарға сүйене отырып, сіздердің назарларыңызға түс жорудың бірнеше үлгісін ұсынуды жөн көрдік. Адам өмірінің 1/4 бөлігін ұйқыға және оның 6 жыл уақытын түс көруге жұмсайды. Ал оянғаннан кейін өз түсін ұмытып қалатындар да кездеседі. Аталарымыз түс түлкінің тезегі деп түсті еске түсірмеуді жөн санаған. Түс дегеніміз не? Түс адамға берілген табиғат сыйы. Оның бойындағы сан алуан қабілетінің бірі қара, дүниедегі ең құпия күрделі құбылыс. Түс қиял процесінің ұйқы кезіндегі енжар бейнесі. Түс ұйықтап жатқанда көрінген тылсым белгілер. Түс тылсым құбылыс. Ол кейде адам болашағынан хабар беріп, өміріне ықпал етіп жатады. Ерекше түс көре қалсақ, күні бойы өзімізге келе алмай, айналамыздағыларға қайта-қайта айтумен боламыз. Түс Тәңірдің аяны. Дегенге сеніп көрген түсіміздің ненің нышаны екендігін білуге асығатындар да бар. Ал енді біреулер түс түлкінің тезегі деп қолды бір сілтеп мән берместен жүре береді. Сонымен қатар түсті жоруға асығатындар да жеткілікті. Түсті көруінен емес, жоруынан қорық демекші, түсті жақсыға жорған дұрыс. Бір адамның бақилық болғанын көрсеңіз, ұзақ жасайды екен деп жорған халқымыздың даналығында шек жоқ. Түс жору ерекше қасиет. Ендеше назарларыңызға адамдар жиі көретін түс пен түстің жорылуын ұсынамыз. Мысалы, биікке немесе тауға шықса жақсы. Ондай түс көрген кісі өңінде үлкен дәрежеге жетеді деп жатамыз. Жақсы көйлек кисе, кісіге өңінде қуаныш әкелетін істің боларынан хабар береді деген де бар. Міне осындай түс жорулардың бірнеше нұсқасын сіздердің назарларыңызға ұсынам. Менімен бірге аяғына дейін болыңыздар дегім келеді. Мысалы, түсіңізде айды көрсеңіз, түстегі ай менен күн ол ата-ананың белгісі екен. Егер ай менен күн сізге иілсе, ата-анаңыз сізге разы. Түсіңізде аққу көрсеңіз, адал жолмен бай, қуатты болу деп жориды екен. Ал сырқат адам толған ай көрсе, өмір ұзарады. Ал керісінше жағдай ғұмырының қысқа боларының белгісі екен. Айна ол сіздің әйеліңіз. Егер ер адам түсінде айнаға қараса, түс көрген уақытында жұбайының аяғы ауыр болса, өзіне ұқсайтын ер бала дүниеге келеді екен. Егер әйелі жүкті болмаса, не бойдақ болса, бұндай түс қызметінен босайтынын білдіреді екен. Акула жақын күндері жасырын не қаш дұспанмен кездесетініңізді білдіреді екен. Алтын
Алтын қайғы мұңнан арылу қуаныштың белгісі деседі. Ананас. Түсіңізде ананас көрсеңіз, бастаған ісіңіз табысты болмақ. Алмұрт. Түсіңізде алмұрт жеу денсаулығыңыздың біраз уақыт сыр беретінінің белгісі екен. Арал. Түсіңізде арал көрсеңіз, өміріңізде оң өзгерістер мен қызықты саяхат күтілуде екен. Ас үй. Таза, кең әрі жинақы ас үй әйеліңіздің тазалығы мен инабаттылығын білдіреді екен. Аурухана. Егер түсіңізде аурухана көрсеңіз, немесе ондағы ауырған адамның жағдайын сұрап жатсаңыз, ол жақсылықтың нышаны. Болашақта жеке өміріңізге табыс, қуаныш және сәттілік алып келеді деп жориды. Ауру. Екіжүзділік діни ережелердің толық орындалмауын білдіреді. Арыстан немесе басқа да жыртқыштар мұсылман қауымынан алыстаған имансыз адамдардың кейпін танытады екен. Аспан. Аспаннан от жауса, халық індет, қаза, не тауардың қымбаттауы сынды бақытсыздыққа душар болады екен. Аспан. Аспан басшының белгісі. Арқанның не баспалдақтың көмегімен көкке көтерілсеңіз, билікке қол жеткізесіз. Көкке жақындау Аллаға жақындаудың нышаны. Құрметті оқырман, міне осындай төс жорулардың жалғасын тыңдағыңыз келсе, менімен бірге болыңыз. Ол үшін менің арнама тіркеліп, кетуді ұмытпаңыздар. Арнаны жоғалтып алмас үшін қоңыраушаны да басып қойыңызсаңыз болады.